Мас күйде көлік басқарған жүргізушілер тіркелді ме? Қауіпсіз жол іс-шарасы қалай өтті? Есірткінің заңсыз айналымына байланысты қанша құқық бұзушылық тіркелді? Статистика алдамайды, сандар сөйлесін. Әр дүйсенбі сайын тәртіп сақшыларының атқарылған жұмыстарына назар аударыңыз. Есірткі қылмысына қатысты 200-ге жуық дерек тіркелді. Тәртіп сақшылары 2024 жылдың 12 айында облыс аумағында есірткіге қатысты 173 бұзушылықты анықтады. Атап айтсақ, 107 қылмыс және 66 заң бұзушылық тіркелді. Заңсыз айналымнан 250 келіден аса әртүрлі есірткі өнімі тәркіленген. Анықталған құқық бұзушылықтардың нәтижесінде 46 есірткі тасымалдаушы анықталды. Оның 2-і жасөспірім, 7-і әйел адам. Жүргізілген жедел іздестіру шараларының арқасында заңсыз фитозертхананы ұйымдастырудың айналасындағы 2 жағдай анықталып, 72 түп сора өсімдігі тәркіленді. Әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтау бойынша жүргізілген жұмыс нәтижесімен 71 дерек тіркеліп отыр. Оның ішінде есірткіге масайып көлік жүргізген 51 тұлға сот шешімімен көлік жүргізу құқығынан айырылды. Сонымен қатар есірткі сайттарын жарнамалайтын 100-ден аса граффити жазба анықталған. Ғаламтор жүйесі мониторинг арқылы есірткі жарнамалайтын 246 сайт анықталып, Ішкі істер министрлігіне бұғаттауға жолданды. Қауіпсіз жол іс-шарасы кезінде 80-ге жуық көлік арнайы тұраққа қойылды. Қала аумағындағы жол ережесінің сақталуы, жаяу жүргіншілердің жолдағы қауіпсіздігі маңызды мәселенің бірі. Жол көлік оқиғаларының көп орын алуына байланысты жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігіне ерекше мән беріп, жол қауіпсіздігін қадағалау, қауіпсіздік ережелерін бұзғандарды анықтау мақсатында қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Рейдтік іс-шара барысында 1529 құқық бұзушылық тіркеліп, 78 көлік арнайы тұраққа қойылды. Құқық бұзушылықтар бойынша келесі жағдайлар анықталды. Көлікті тіркеусіз жүргізу 101, көлікті тіркеусіз қайталап жүргізу 5, жылдамдықты асыру 732, қарсы қозғалыс жолағына шығу 8, жаяу жүргіншілерге басымдық бермеу 112, мас күйінде көлік жүргізу 13, жүргізуші куәлігі жоқ немесе жүргізуші құқығынан айырылған күйде көлік жүргізу 50, ал жаяу жүргіншілердің белгіленбеген жерден өтуінің 464 дерегі тіркеліп отыр. Мас күйде көлік басқарған жүргізуші көлік жүргізу құқығынан айырылды. Соңғы уақытта қалада жол көлік оқиғалары жиілеп, азаматтардың қаза тауып, түрлі жарақат алуы тіркелуде. Басты себептері жылдамдықты асыру, мас күйде көлік жүргізу, қарсы жолаққа шығу және жаяу жүргіншілерге жол бермеу. 2024 жылдың 12 айында Атырау қаласында көлік жүргізу құқығынан айырылғанына қарамастан, мас күйде көлік басқарудың 47 дерегі тіркелді. Мәселен, Афанасов, Алтынсарин көшелерінің қиылысында Toyota автокөлігін басқарған 35 жастағы азамат басқару жүйесін игере алмай, жол жиегіндегі трансформаторға соқтығысқан. Жүргізушіге алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, сараптама нәтижесінде оның орта дәрежеде мас күйде екенін анықтады. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 608 бабы 3 бөлігіне сәйкес жүргізушіге әкімшілік хаттама толтырылып, Атырау қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының шешімімен 20 тәулікке әкімшілік қамаққа алу және 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айыру жазасы тағайындалды. Полиция қызметкерлері мас күйде көлік құралын басқару өзіңізге және жақындарыңызға аса қауіпті екенін қатаң түрде ескертеді. Тұрғындардың қауіпсіздігі қашанда құзырлы орган қызметкерлерінің назарында.